Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Назарбаев биліктен кететінін сонау 2015 жылдың өзінде шешіп қойған екен. Бұл туралы кейіннен хабарлап отыр. Бұны алдын ала жоспарладым деп ашық мәлімдеме жасады. Және биліктен кететін күні 2019 жылы наурызда Назарбаев тек қана мына сырт мемлекеттердің арасында кіммен ғана ақылдасып кімге ескертті білесіздер ма? Бұл тек Путин ғана. Тек Путин ғана Назарбаевтың өз аузынан естіген биліктен кететінін. Және Путин таңғалып есеңгіреп қалған, тіпті Назарбаев биліктен кетем деген кезде. Назарбаевтың айтқан қараңыздар. Сол күні таңертең бәрібірде үлкен көршіміз ғой. Мен Путинге телефон соқтым. Ол қатты таңғалды. Бүгін кешке жариялаймын. Сіз менің өз аузымнан естісін деп шештім дедім. Болды. Қалған мемлекет басшылары білген жоқ. Оның үстіне бұл шешімді мен бұрын 2015 жылы қабылдаған едім деген еді Назарбаев. Яғни Назарбаев өзінің 2019 жылы біз Назарбаев биліктен кеткен кезде қаншама адам таңғалды ғой, бұл қалайша өз орнын босатып беріп жатыр деп. Сөйтсек Назарбаев биліктен кетуін сонау 2015 жылдың өзінде жоспарлап қойған екен. Бұны көрегендік дейсіздер ме, әлде Назарбаевтың амалсыздан барған әрекеті дейсіздер ме, оны өздеріңізге қалдырдық. Бірақ Назарбаев бұны кейіннен ғана мойындап отыр. Бірақ менің осы жерде бір түсінбейтінім, неге Назарбаев көршіміз ғой деп, біздің көршіміз жалғыз Ресей емес қой. Біздің көршіміз Өзбекстан, біздің көршіміз Қырғызстан, Түркменстан, Қытай бар. Каспий теңізінде көршілеріміз Әзербайжан, Иран бар деген сияқты. Неге Ресейге ғана ескертеді? Неге Путинге ғана? Бұл жағы түсініксіз біріншіден. Екіншіден, бізде Қазақстанда демократиялы мемлекет, конституциямыз бар. Енді неше рет өзгерсе де конституциямыз бар. Жаңағы заң жүзінде біз демократиялы зайырлы мемлекетпіз, құқықтық мемлекетпіз. Неге Путинге ескертті бұл туралы? Өйткені тарихшы ретінде айтайын сіздерге, қандай да бір мемлекеттің басшылары ауысқан кезде, мына орта ғасырда, 18-19 ғасырларда мына көрші елдің императорлары билікке таласпасын деп, өз елінің тағына жармаспасын деп, соларға ескертетін болған алдымен. Міне, мен өмірден өткеннен кейін мына адам таққа отырады, мына немерем таққа отырады, мына балам таққа отырады деген сияқты өсиет хат жазып, билікті жаңағы өзінің мұрагеріне тағайындап тастап кететін болған. Егер де келіспейтін болса, басқа мемлекет, мысалы Испанияның тағына отыратын корольдің жаңағы билігімен басқа мемлекеттер келіспейтін болса, оны өзгерту мүмкін деген сияқты. Бірақ мынаны түсініңіздер, бұл демократиялы мемлекеттер емес еді, бұл монархиялар. Монархия яғни корольдер, бұны ешкім сайламайды. Бұл сол атасынан балаға, әкесі король болса, баласы да король болады деген бұрынғы мына біздің Шыңғысхан мұрагерлері сияқты. Олар бірінен кейін бірін мұра қалып қалады билікті. Сайлау, өту деген атымен жоқ кездері. Сайлау болса да жасатқызбайды оны. Міне, монархиялы, диктатуралық биліктердің көбісі осындай билікті бірінен кейін бірін осындай қалдырып, көрші мемлекеттерге ескертеді. Мен мынаны таққа отырғызайын деп жатырмын, менен кейін таққа мына адам келеді деген сияқты. Осы таққа отырғызудың дәстүрі бұзылған жағдайда, немесе келіспеген жағдайда тіпті түк қатысы жоқ мемлекеттің басшылары басқа мемлекетке барып билікке келеді. Мысалы, испандар Голландияның барып билігіне келеді, тағына таласып. Француздар испандардың тағы босап қалса, мысалы корольдің ұрпағы болмаса, ұрпақ қалмаса, одан французды келеді, француздың бір герцогі келеді, мына жаққа келіп таққа отыра салады Испанияға. Өзі түк қатысы жоқ, өмірінде Испанияға келіп көрмеген болса да, Испанияның тағына барып король болып отырады. Миллиондаған адамның өміріне жауап беріп. Ондай жағдай Европада қаншама соғыстар қалып келді, испан тағы үшін шайқасы, мысалы тарихшы ретінде айтып жатқаным сіздерге. Мысалы қазақтардың да сұлтандары Хиуаға хан болды, талай уақыттар бойы. Башқұрттарға билеуші болды деген сияқты. Міне, бұны не үшін айтып жатырмын? Бұл көрші мемлекеттермен ақылдасатындай Назарбаев неге бұндай қадамға барды екен? Неге Путинге ғана ескертіп отыр? Оны Путинде көп билеушінің бір ретінде есту керек еді ғой, негізінде заң бойынша. Сол жағы түсініксіз болып қалып отыр.